Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен ас үйдегі жайна. Бүгін біз сіздермен тёшин язык салатын біргелікте дайындайтын боламыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге баклажан, сарымсақ, 2 жұмыртқа, помидор, зелень және майонез қажет болады. Алдын ала жуып тазаланған баклажандарымызды осылай басын түбін кесіп дайындап алатын боламыз. Мен бұл жерде ұзынша етіп кестім. Сіздер өз қалауларыңызбен доңғалақ пішіндес етіп кесулеріңізге де болады. Енді бұны кесіп алған баклажандарымызды арнайы бір ыдысқа салып, үстінен тұз сеуіп, салқын суды құятын боламыз. Салқын суды құйып, аз уақытқа қалдырамыз және сол аралықта арасына салатын салмаларын дайындайтын боламыз. Осылай мен помидорды осындай бөліктерге бөліп алдым және 2-3 дана чеснокты жақсылап майдалап алдым және оның үстіне укропты майдалап турап қосатын боламын. Оның үстіне майонез қосып, жақсылап араластырып аламын. Міне мұнда уже дайын. Бұны біз баклажанның арасына жағатын боламыз. Енді бізге қуыру үшін ұн қажет болады. Мен мұнда 2,5 ас қасық ұнды осылай тарелкеге салып алдым. Және 2 жұмыртқамды жарып, жақсылап араластырып, тұз қосып алдым, кішкене шамалап. Енді жаңағы суда тұрған баклажандарымызды алып, ұнға батырып, артынан осы жұмыртқаға малып, қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Менің арнам жақында ғана ашылған болатын. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осылай қызып тұрған майға салып, екі бетін қызартып қуырып алатын боламыз. Барлығын осылай асықпай қуырып алыңыздар. Міне мен уже қуырып болдым. Мұнда менің қуырғандарым кішкене мен қатты қызартқан жоқпын. Себебі бізге олай қатты қызарған ұнамайды. Осылай жаңағы дайындап алған соусты арасына жағып, помидорды осылай қойып, кішкене әсемдік үшін укропты қоятын боламыз. Міне дәл осылай барлығын дәл осы қалыпта орап шығатын боламыз. Міне менде бар шыққан салат осы болды. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, оңай салат. Мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден үлкен қолдау күтемін. Міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді тағамның рецептерімен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.